Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен өте дәмді тамақ жасайтын боламыз. Кабачоктан котлет және қасына гарнирға лапша қосамыз. Достар, біздің каналға міндетті түрде тіркеліңіздер, қоңырауша белгіні басыңыздар, лайк қойыңыздар, комментарий жазыңыздар. Бізге қажетті заттар: кабачок керек, сәбіз керек және картоп керек, чеснок керек. Видеода көріп тұрғандарыңыздай кабачокты осылай теркадан өткіземіз. Міне, біз теркадан өткізіп дайындап алдық. Енді картошкамызды теркадан өткіземіз жақсылап отырып. Міндетті түрде рецепті астына қалдыратын боламын. Сол бойынша сіздер де жасап көріңіздер. Сәбізді де дәл осылай теркадан өткізіп жатырмын. Енді бізде чеснок қалды. Чеснокты да теркадан өткізіп, барлығын жақсылап араластыратын боламын. Жеуге өте жеңіл, жақсы шығатын котлет. Көріп тұрғандарыңыздай кабачоктың суын сығып жатырмын. Өйткені бұл бізде сулы болады. Міне, суынан ажыратып алдым. Енді дәл осылай картошкамды да суынан ажыратып аламын. Міне, екеуін де суынан ажыратып алғаннан кейін барлығын бір ыдысқа салып, дәміне қарай тұз саламын. Сосын 2 қасық маннидің ұнтағын саламын. Сосын тұз саламын. Жақсылап отырып араластырамын. И 2 жұмыртқа қосып жіберемін. Егер үйде манни болмаса, сіздер ұннан қосып жіберуге болады. Міне, барлығын жақсылап араластырып алдым. Енді бізге котлетті жасау ғана қалды. Котлетті дәл осылай етіп суын сығып, бір-бірі қолымызға қатты соғып котлет жасайтын боламыз. Міне, дайын болған котлетімізді қызып жатқан майға салып қуыратын боламыз, 2 жағын қызартып. Достар, біздің каналға міндетті түрде тіркеліңіздер. Осы видеомен таныстарыңызға, достарыңызға, құрбыларыңызға бөлісіңіздер. Ссылкасын жіберу арқылы, копировать ссылку дейсіздер де, WhatsApp чаттарға құрбыларыңызға осы видеомен бөлісуге болады. Міне, біздің котлеттеріміз қуырылып болды. Өте дәмді, әдемі шығады. Енді қасына біз гарнирға лапша жасайтын боламыз. Дайын кәдімгі лапшаны аламыз, қайнап тұрған суға салып, жақсылап араластырып отырамыз. Асты жабысып қалмау керек. Сосын міне, аздаған томат қосып, үстіне бұрыш қосып, тұз қосып, дәмін келтіріп, дәл осылай етіп жасап аламыз. Міне, біздің дайын болған тамағымызды тарелкаға салып, дәл осылай үйдегілерге ұсынуға болады. Өте жеңіл тамақтың түрі және тез арада жасалады. Ас болсын.